мына Рамазан айы келе жатыр ғой. Дайындықтың бір түрі біз өзіміздің мінезімізді реттейік, құрметті ағайын. Мінезімізді әлден Рамазанға дайындайық, ақылақымызды дайындайық. Өйткені таразда ең ауыр болатын амал бұл біздің мінез, ақылақымыз. Мына Рамазан айы соны реттейді. Біз алдын ала Рамазанға мінезімізді реттеп кірейік. Біреу мысалы үшін ұрысқақ болатын болсақ, немесе боғауыз сөз тіліміздің бәрі жаңағыдай балағаттайтын тіл болатын болса, Құдай сақтасын, өзгені балағаттайтын, өзгенің ар-намысын таптайтын, ғибаттайтын, өсек айтатын тіл болатын болса, осыны тәрбиелеу керек та ораза кезде. Ораза деген нәрсе бұл тек қана адам өзін ішіп жеуден тыю емес та, тілін де тыю, нәпсісін де тыю да, бәрін бірге тыю да. Сол үшін құрметті ағайын, Рамазан айында, Рамазан айы біткен уақытта, Рамазанның басында қалай болсақ, біткеннен кейін солай болатын болсақ, онда қорқуымыз керек та. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді ғой. Пайғамбарымыз минбарға шыққан уақытта 3 рет әмин, әмин, әмин деп айтады. Сонда біреуін айтады да, Рамазан айы келіп, Рамазан айы біткен кезде күнәсі кешірілмеген адамның не дейді? Мұрнын жиілескесін дейді да. Жабраил солай айтты, мен әмин деп айттым дейді. Қараң, Жабраил алейхиссалам дұға қылып жатыр, пайғамбар әмин деп жатыр. Бұл деген нәрсені бұл қабыл болады деген нәрсе. Сол үшін ораза біткен уақытта не біз тап-таза күнәдан кешірілгендей болып шығуымыз керек екен. Мақсат сол. Тақуалықпен күнәдан кешірілу керек. Тақуа болуымыз керек. Кейінгі мәселе не? Нәтиже біздің күнәміз кешірілу керек. Сол үшін барынша Рамазан айын оразаларын жақсы көркем түрде өткізуге әрекет жасауымыз керек, құрметті ағайын. Алла субхана ва тағала мынау Рамазан айын баршамызға құтты берекелесін. Аман есен оразаға жетіп, оразаны жақсы түрде ораза ұстап, Құран оқып, құлшылықпен, ғибадатпен өткізуді баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.